У этих казахов той как матрешка, из одной выходит другая. Надеюсь, ты им сказал, что я не смогу поехать? Нет. Тогда вышиби себе, сука, мозги, иначе я тебя кастрирую. Ты хоть знаешь, во что ты меня обрек? Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, армысыздар Алла жүрдің арқалы азаматтарым. Бармысыздар бір тұтас қазақ елінің игі жақсылары. Кең дала YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Және де осы біздің Кең дала YouTube каналында біз сіздерге арнайы біздің Қазақстан, қазақ еліміздің тарихы, спорт, өнер және де басқа да археология болсын, басқа да салалар туралы біз сіздерге айтып беретін боламыз. Және де біздің каналымызға жазылыңыздар, осы бүгінгі видеомызды көріп болғаннан кейін лайк басыңыздар, және де пікірлеріңізді комментарийді жазыңыздар. Ол бізге күшті қолдау болады. Қымбатты достар, осыдан 11 жыл бұрын Қазақстанның медиа нарығында, медиа жалпы әлеуметтік желілерде бір туынды шықты, видео туынды. Ол бүкіл халқымызға лайықты болып, халқымызға жүрегіне жатып, өте қатты ұнады. Естеріңізде болса, ол қазіргі таңда юморная переозвучка дейді, яғни киноның бір үзіндісін алып, қайта дыбыстау, кинодубляж жасау. Сол кезде бүкіл елімізде Bad Kings деп атты осындай жоба пайда болды. Және де кім екен, осы Bad Kingsті кім бастағаны, кімге осындай идея келген, біз сіздерге бүгін айтып беретін боламыз. Себебі бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Еркебұлан. Bad Kings, қошеметтеріңіз. Еркебұлан, ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Қош келдің студиямызға. Рахмет за приглашение. Ең қызығы, әрине, Гитлер болсын, Джек Воробей болсын, шымкентскілер туралы болсын, ол қазіргі таңда осы халықтың алтын қорына кіріп кетті десек те болады. Архив, золотой архив дейді ғой. Еркебұлан, осы біздің көрермендерге сен неден бастадың? Осыған қалай келдің? Мысалы, мен білем, сен осы біздің Алматы университеттерінің бірінде заң, яғни юридический факультетте сабақ бергенсің. Ал осы озвучкаға қалай келдің? Неден басталды? Осы біздің көрермендерге айтып берсең. Озвучка дегенде енді менің дауысым өзім оқып бетіп киношный қылып алдым. Сонымен кез келген танысқан адам, кез келген дауысымды естіген адам саған озвучкаға бару керек. Содан кейін озвучкаға барам, жаңағы телевизионный каналдарға көрем, түсінем да, что-то оплата, суммасы жақпады. Содан кейін озвучивать етіп атқан контенттер маған жақпады. Турецкий сериал, немесе қытайский сериал, сонымен жүрдім, мұғаліммін ғой, мен қойшы деп. Университетте жүрдім, бір уақытта күндердің бір күнінде менімен договорды созбады. Мен бос болып қалдым, қарайым, сол кезде вайнерлар енді кіріп атқан еді. Содан мен айттым, это хорошая идея дедім, мен де инстаграмға бірдеңе жасап көрейін дедім. Оны қалай енді киноны шығару керек деймін, бір уақытта бір орыс актердан көрем, ол бір-екі серия шығарады. Зайцев емес, ұмытып қалдым. Әйтеуір біреу. Біреу, ол өзін киномен сочетать етеді да, прикол шығарады. Мен айттым, ойбай, осыны қазақский тематикаға қосып көрсем деймін, и бірінші видеомды істеймді, про насыбай болады, содан жіберем. Ол атып кетеді, содан бір-екі кішігірім көріп жүрем. Бір уақытта қазақтардың тойында болам. Ана той деген мен шаршатып жібереді. Мен түсінбеймін, ол тойға көп бармайтын адам ғой. Ол деген ұзату той, бірдеңе той, основной той, содан отырық, мен жынданып кеттім. Ол не үшін, оның барлығы не үшін деп, содан қарап отырмын, жаңағы бункер деген кино, Гитлердің жынданып атқанымен ана басында қойлар совпадать етіп қалады. Мен айттым, осы мен озвучка істеп көрейінші деймін. Гитлерға озвучка шығарамын да, салам, таңертең тұрам, анау деген WhatsApp, ол кезде WhatsApp қой. Ол 30 рет ана видео өзіме қайтып жыртылып тұр ма? Жыртылып, сомен деген сөйтіп бастап кеттік. Өтті жостыққа өтті ол. Ол Гитлер деген осы күнге дейінде ол кәсіп өте көкейкесті. Ол өтуші еді. Соңғы рет мен деген сол Алматының пробкалеріне деген қапа болғам. 3 сағат пробкада тұрғаннан сол пробка жайлы шығардым. Сол жақсы өтті, бірақ қазіргі таңда Гитлерді мен озвучканы шығару қиын болып кетті. Өйткені социальный сетьтерді продвижение националистической группировки дейді, жалобы келе береді. Сондықтан ол сонымен Гитлер бітті, ол историясы. Дұрыс айтасыз, негізі Гитлер ол уже кешегі күннің образы, ол өтті кетті, басқа да материалдар жетеді дейсіз ғой. Да, қазір уже басқа материал, и в основном мен деген енді за кадрам қалғым келмейді ерек. За кадрам 9 жыл ма, қанша жыл болды, мен Bad Kings'ті
қазір осы где-то 6-7 ай өзімді продвигать етіп жүрмін да, өзің жеке брендіңді. Иә, түрмен ақшаны көбірек табасыздар, түрмен ақшаны вообще өзіңізді продвигать еткен ол әрқашанда легче болады. Мысалы, менен выбор қоятын болса, сені дауысың арқылы таный ма, немесе түрің арқылы таный ма десе, мен каждый раз түрмен арқылы таныса деп едім. Өйткені мен көп адамдарды көрдім да, мысалы, Секавайнс дегендер түрлермен енді им проще, им легче, а біз деген озвучка за кадром қыла берген ол маған жақпайды. Мен мысалы, мен өзімде дикторым 25 жылдай болды осы микрофонның алдында. Диктор ретінде, бірақ мен классикалық диктормын. Өзім баяғыдай филфак бизнесті оқыдып, сосын радиода ақпараттар қызметтерінің дикторы болдым. Кейін рекламаға, жарнамаға өтіп кеттім, ол басқаша. Біз оған арнайы үйрендік, жаттығулар жасап. А бірақ сенің осы сапарың десек та, сапарың десек, арманға сапарың өзгеше болды. Сені ешкім үйретпеді, мен білуімше. Кейбір кезде ана чутье дейді ғой, өзің сезіммен, кейбірлер кино деп атсың ғой. Өзің кейбір кезде жүріп өз-өзімен сөйлеп, ондайды болған, сол туралы айтып берші, қалай үйрендің? Ол барлық ереке дұрыс айтасыз. Мен диктор емеспін. Мен дикторлықты сүймеймін. Дикторлықты ана рекламаны бүйтіп тұрып оқып, мен анда-санда оқимын, ақша көп төлесе. Бірақ мен шаршатып жібереді, өйткені оны мен қызық емес деп табамын да, өйткені сен информацияны жіберу керексің. А маған ойнағанын айт, рөлге кіріп деген. Ал оның барлығы қалай басталды? Ол кезде ешқандай курстар қазіргідей көп жоқ, вообще жоқ. Ал мен кинодан көремін да, кинодан көргенімді қайталаймын. Кинодан көремін да қайталаймын. Мен просто бұл упражненияларды мен білмедім, оның упражнение екен. Просто сочетал приятное с полезным дейді ғой, интуитивтік тұрғыда. Сіздер мысалы жаңағыдай кәдімгідей специальный курс оқып жүріп, это ваш хлеб, ваша профессия. А менікі любитель, мен деген заң мамандығым наншама заңды береді кодекстарды. Оның бәрін дауыстап тұрып оқисың жаттау үшін. Сол кезде упражнение для техники речи отработал. А актерское мастерство деген ол кинолардан қайталадым. Сол баяғы Шрек первая часть, Ледниковый период, потом Темный рыцарьдағы Джокер. Репликаларын жаттап аласың да, соны по памяти выдавать етесің. Сөйтіп выдавать еттім. А так диктор деген олар сіздер мысалы. Сізмен бірінші рет танысқан кезде дауысты естимін, мен что за голос-то? Вот можно понять диктора, а у меня мен оқыған методикаларым, дауысымды қойған методика сізден вообще өзгеше. Потому что мен басқа структураданмын да. Мен көбінесе преподавательский подачамен келдім бұған. А сіздердікі ол профессиональный диктор. Мысалы, сіздер деген дауысты бүйтіп қойып, рекламаны оқисыздар. Бірнеше рет оқи аласыздар да, кәдімгі шаршамай. А маған деген 1-2 рет оқығаннан кейін, нас здесь не устраивает десе, мен қылт ете қаламын да, мен оқып келмейді уже. Сондықтан. Бірақ сонда да менің түсінуімше ол біріншіден практикум. Өзің айтқандай сабақ берген кезде көп оқисың. Лекция, дыбыстап, оның бәрі саған жаттығу, мына спортшылар жаттығу жасағандай, бұл да сенің жаттығуың. Сосын өзің әрине ол талант, ол дарын. Құдайдың бір берген өзін Алла Тағаланың жаратушының берген таланты. Ал дикторлық деп жатырмыз ғой. Ең қиыны сценарий. Өзімде білемін. Мысалы, егер дайын мәтін сценарий болса, қымбатты достар, сценарий деген жазу оңай емес. Мысалы, мына киноның бір үзіндісін алады, сол үзіндінің, сол кейіпкердің аузының қимылына келтіру керек. Дұрыс па, мына еріндердің? Липсинг. Липсинг. Дұрыс, кинодубляжда оны липсинг деп айтады. Липсинг, яғни еріндердің қимылы, соны келтіру. Ең қиын әрине ол сценарий. Сценарий өзің жаздың ғой? Әзірде өзім жазам. Таппаған адам жоқ, маған кел көмектес деп. Профессиональный сценарист болсын, КВНщиктар. Келет отырады да, ереке ол менікі емес, мен оны істей алмаймын. Сіз айтқандай липсингқа қарап, қанша сөйлейді, соған байланысты шутканы жазу, и чтоб ол деген массаға кіру үшін, ол өте қиын да, онымен біраз отыру керексің, оған миға қажет. Қарапайым әзілмен шығара алмайсың. Оған ми болмаса, әзілің болса да ол өтпейді қатты. Қиын, ең қиыны сол. Бір сценарийдің жазуының өзіне идея мен оны воплощение в виде сценарий ең изматывающая работа. А қалған берліған озвучка, звуковой, ол техника. Ол техника, ол өзіңе де приятно, ол намного легче болады. Вот сценарий шаршатып жібереді кәдімгі. Кең дала ТВ. Қымбатты достар, сіздер байқасаңыздар, мына Еркебұлан Bad Kings, Еркебұланның дауысы не деген біздің
миымызға сіңіп кеткен. Мен қазірде мысалы Еркей Бұланмен сұхбаттасқан кезде мына жазудың алдында білмеймін, осы ыржи берем, себебі маған сол баяғы Гитлер, Нео, Гитлер, Джек Воробей, солар есіме түседі, ыржиып отыра берем. Әрине ол талант, өте талант. Ал басында тағы актерларың болды, студия болды, сол кейін өзің қай кезде сездің? Бұл менің бизнесім, бұл маған мені асырайды, ақша келеді деп қай кезде түсіндің? Бұлайғы жалпы сіздерге айтайын. Бір істі бастарыңыздың алдында қандай ояққа помысыл қоясың, сол аяғында болады. Егер басында ақша деп қойсаң, кейін ақшаға жетесің. Егер бір профессиональный деңгейге жетем десең, қандай мотивация басында болады, сол срабатывает. Мен ол кезде бірінші мотивациям қандай болды? Я хочу быть знаменитым деген. Я хочу набрать аудиторию дедім. Соған енді келдік. И осыған жеткеннен кейін Bad свою отработал. И Bad Kings отработал кеткеннен мен өзім таныстыру керекпін да, уже фамилияммен двигаться деген сияқты. Дұрыс. Вот, сондықтан ол қай кезде изначально бұл іс мен уақыт бөлсем бірдеңе маған береді деген жемісті сондай оймен бастадым. Бірінші сәттен бастап я верил в это. И ең бірінші заказ маған Москвадан келді. И ашылғанына бір 2 апта болды ау деймін. И Москвадан бір заказ келеді, бір ресторанға 8 бізге аудио озвучка керек, істеп бересің. Ол кезде мен ешедім білмеймін, мен өзімді білмеймін, қаншаға сататын, қалай сататын. И средний бағаны айтып қойдым да, потому что ана алған жұмыспен алған баға сәйкес келмеді. Бірақ деген мен қуанышты болып жүрдім, өйткені Құдайға шүкір. Да, ол кезде бір сәтте мен деген өзім айлық зарплатамнан көп ақшаны деген сразу болдым. Бір айлығы Ойбай, бір күнде. Мұғалімнің бір айлық зарплатасы ол кезде мен алып жүрдім 60 мың ғана теңге болды. Да, ана жақта мен алдым 200 бірдеңе мың. Бір озвучканың өзі. Иә, бір озвучка болғанда серийный ғой, кішкентай. Но за один период. Бүкіл записьті мен деген 4-5 күнде ма бітіріп тастадым. И 250 мыңды аламын да, и басым бұңқ ете алады. Вот это вещь, вот это интернет, вот это личный бренд. Сол кезден бастап уже істей бердім. Қазіргі таңда сенде қанша жазылушылар, подписчиктер бар? Инстаграмда 350 мыңдай? 350 мыңдай подписчик бар. Инстаграмда, ютубта миллионға жетіп қалдық уже. Бір 30 мың ба жетпей тұр ғой миллионға. Жақсы, тамаша. Ал енді 10 жыл өтті, ең бірінші озвучкан шыққаннан кейін 10 жыл өтті. Осы соңғы кезде байқаймын, әлеуметтік желілерде сен өзің жеке брендіңе көңіл көбірек аударатын болдың. Иә. Себебі мен де басында айтқаның сен дұрыс. Кейбір кезде достар, мен де диктормын ғой. Сенің даусың өз өмірмен, өзі әлеуметтік желіде ма, интернетте ма, өзімен өзі жүр деп айтуға болады. Ал енді сен жеке, яғни өз-өзіңді таныстыру. Сосын сенде өте бай практика дейді ғой. Сен ешкім үйретпеді. Біз дикторлар құсап теорияны университетте оқымадың. Өзің методом тыка дейді ғой, орысша поиск. Зеп, практикада өзің таптың осы формуланы. Осы қазіргі таңда көп адамдар сабақ береді. Курс, искусство, дикторство, мастерство речи дегендерді үйрету, әсерлі әдемі сөйлеуді. Өзіңде де осындай ой бар ма? Негізі жоспар үйрету. Бар өзім жеке. Өйткені мен деген, мен өзім оны загоряться етпесем де, менде подписчиктер күн сайын сұрайды. Курсыңыз бар ма деп. Мен әлі шығармау себебі мынада. Көп деген осы 22 жыл соғыс басталғаннан кейін бізде Алматыда көп актерлар пайда болды, көптердің курсы пайда болды. И соны бітіріп келген оқушылары маған сұрайды, мен Bad Kings'қа кіргім келеді, көмектесіңіз. Элементарный жұмыстарды берем, ешқайсы істей алмайды. Мен айтам, сонда не үйретті сіздерге деп. И мен әр курстарға өзім бармасам да өз таныстарым жүріп, сен оқушы ретінде барып қайт, сен преподаватель ретінде барып қайтты. Біліп отырмын да қалай не екен. Мен просто ешкімді кемсітіп атқан жоқпын. Мен өзімнің курсым, ол менің атым болады да. И ол менің жұмысым, мені опозорить етпеу керек. Ол сатып алған адам, мынау Еркебұланның курсы, бывший основатель Bad Kings'тікі, вот это качество деген сияқты. Как покупает Мерседес, понимаете? Вот сондықтан мен қазір в процессе изучения, что у этого курса не хватает, что у того курса не хватает. Они каждый делят для бастаушыларға, для начинающих, у кого-то там продвинутые, для профессионалов продвинутых. А что если все, вот уловить все минусы всех курсов и создать уникальный
курс, который будет пригоден для всех. Как Саурон создал «Властелин кольца» дейсі. Рас, Иә, сондықтан оны тез на спешку шығара алмаймын, да, потому что асыққан шайтаншысы дейді ғой. Поспешишь, людей насмешишь. Так что здесь нужно конкретно подумать. Подумать, ойланып барып шаг жасау керек. Өте орынды. Дұрыс, бәрін дайындап, бәрін зерттеп, өзің іштегі фильтрлерден өткізіп, керегісін қалдырып, керек емес. Айтып отырмын, сендегі өте уникальный курс болады ау деп. Мен қатты сенде кәміл сенемін. Қымбат достар, сол үшін әлеуметтік желілердегі анонстарды қараңыздар. Еркебұлан бауырымыз Bad King, сол бренд қой, қанша дегенмен аңызға аты айналған бренд. Сол Еркебұланның курсына қапы қалмаңыздар. Енді Еркебұлан жалғастырайық тағы да мына. Біліп тұрмын, қазіргі таңда міне дәл осы көрерменіміз көріп тұрып, анау не аласыздар, қайттан озвучканы сұраңдаршы деп қоймай жатыр деп сезіп тұрмын өзім ана камераның арғы бетінде. Озвучка. Негізі жалпы өзің былай есебің бар ма? Қанша переозвучка істегенсің осы? Қанша кинодан, қанша осындай қайта дыбыстау болды киноды білесің? 100 бар ма? 100-ден асып кетеді ереке, да, 10 жылдандай невозможно. Но мен мынаны айта аламын, точно. Ең көп істеген персонажымды переозвучка ретінде и ең көп істеген фильмді переозвучка. Окей, ең көп персонаж. Ең көп Леонардо Ди Каприо. Леонардо Ди Каприо енді айтайын деп. Да, Леонардо Ди Каприо и ең көп істелген фильм это «Волк с Уолл-стрит». Уолл-стрит. Да, өйткені ол ана успешный адамдар сол фильм жақсы көреді. Корпоратив, анау мынау деген. Вообще ол фильм уникальный фильм, да, цветовая гамма и актерская иградан. Просто бери и переозвучивай. И просто переозвучивай. И барлықтары сол сұрайды, допустим, реклама болатын болса, осы фильмға керек еді, осы фильмға. Бір промежуток болды, ана фильмді мен жек көріп кеттім. Потому что бүкіл заказдың барлығы соған келіп қалды. И то оның алдында мен кішкене краткометражный озвучкам істеген контент ретінде өзіме. Ана фильмді деген мен от и до изучать етіп алдым. И переозвучкада деген қайта көресің, ол қайсысын аласың, қайсысын. Уже құсқым келіп кеткен едім. Надоел десе, әбден надоел. Да, бірақ деген мен до сих пор люблю сол фильмді. Ең көп істеген Леонардо Ди Каприо. И когда я озвучиваю Леонардо Ди Каприо, я вообще не напрягаюсь. Это самый легкий персонаж. Органично прям, да? Да, потому что я могу сразу быстро вот посмотреть на мимику Леонардо и просто моментально настроить. Автоматом, да? Уже автоматпен шығып жатыр. Да, уже автоматпен. Қалай білесің, Леонардо Ди Каприо осы мәлімет жетті ме екен, видеолар жетті ме екен? Жетмегеннен жетпеді ғой. Оларға деген оған жетсе, білмеймін. Құдай біледі, мүмкін Леонардо Ди Каприодан бір жерден тесіп бір видеоң шығып кетсе, көріп мүмкін оған аудармашылар қазақ тілінен, орыс тілінен болсын, аударып береді, күледі мүмкін бір күн звондайды. Бәрі мүмкін. Еркебұлан, мен ғой Леонардо деп десе, қалай, не деп ойлайсың өзің? Бәрі мүмкін. Сасып қаласың ба? Сасып қалмаймын, өйткені сіздің айтқан сөзіңіз бойынша мен қазір ой келді да. Есть вероятность. Мүмкін. То, что такое случится. Потому что қазір деген бұрында сіздердің кезіңізде өте қиын барьерлар көп болады. Даже телевидение, чтобы стать знаменитым, понимаете? Сіздер деген қаншама жылдан өту керек. А сіздер қазір, ал мен қалай? Просто сотканы шығардым да, сотка контент істеп. А сейчас бізде қазір искусственный интеллект деген бар. Искусственный интеллект, потом рекомендации, Инстаграм, социальных сетей. Кто знает, возможно, в день шынымен Леонардо Ди Каприоға бір сүгін мен приколдарым жетіп қалуы мүмкін. Я не знаю, он меня похвалит или нет. Я говорю, что, возможно, он увидит мои видео на английском языке. Ол әбден мүмкін. Ал қазақ киносының туындыларын переозвучка былай ой болды ма, болмады ма? Тек қана Голливуд түсінікті, көп адам көрген, бәрі таниды. Ал қазақ киносын өте қызық ереке. Вот сіз түсінесіз, сондай сұрақтарды қоя аласыз да. Мысалы, қазақ фильмдерінде мен істедім, біреуін істегем. Ана фильм деген өзі қатты атпаған кезінде. Бірақ ана актер ретінде істегенсің ба, шақырған ба сонда? Жоқ, мен ол фильмді алдым, Құнанбай деген фильм. Өзің алдың. Құнанбай. Отрывокты алдым да, мен өзімді сояққа қойдым монтажбен и сценарий жасап, озвучка істеп шықтым. Актерларды шақырып, қазақша Көташар деген. И анау деген нереально атылып кетті деймін. Мен оны істедім, салдым, шашат шығып кетті. Бір 50 секундтық видеоға, бірақ деген светті қайттан қоясың. Еркебұлан, ты должен так стать, ты должен так стать. Ты визуально представляешь, что тут сидит Құнанбай, ты с ним разговариваешь. Сөйттім, сол істедім да, главный осы видеоны істеп салып жіберу керек дедім. Салдым, көргім емеді, шаршап кеттім деп тұрмын. И мен ауырып қалдым ба, көктемім келе жатыр.
и 3 күн үйден шықпадым. Бір уақытта цонға бару керек болды. Цонға кіремін да, мына жақта бір апашка бетіме қарап тұрады дейді. Сен көташар емессің ба дейді. И бүкіл ана жақтағы тұрған адам барлығы қарайды. Мына жақта еще соткадан менің даусым шығып жатыр. Тұрдым да, пойду-ка я домой дедім. 3 күн үйден шықпадым, пока басылғанша. Сол кезде түсіндім, қатты не алатын. И ойладым, қазақ фильмдерін тағы бір екеуін көрейін деп. Сол Ақан Сатаевтың Рэкетир фильмін істеген тоже өтті. Бірақ басқа Қазақстан фильмдерін істеп көрейін деген ой не үшін құтылып кетті айтайын ба? Өйткені актерская игра хромает кейбірлерінде, и көбірлерінде ана эмоциональный, сочный отрывоктар жоқ та. А ол деген мысалы жаңағы Леонардо Ди Каприо, Гитлердің не үшін адамдарға ұнайды, потому что там эмоциональный крики жүр. Әдемі ғой. Иә, сондықтан қазақтардың фильмі еще ол кезде аздап шығарылатын. Қазір ғой ол деген каждый апта сайын бірнеше фильмнің премьерасы болады. А ол кездерде деген жылына деген бір 5 фильм максимум шығатын шығар, бұл қалғандары жоқ. Так что ол қазақша озвучканы деген бәлкім қазір бір мықты фильм шықса істеуге болады. Бірақ пока сол кезде қойған мен оны. Ал мына қазір өзіңде айтып жатсың ғой, искусственный интеллект, жасанды интеллект. Иә. Сол жасанды интеллектті пайдаланып, сенің дауысыңды пайдаланып, тәжірибеңді пайдаланып, өзің бір кино түсіргің келе ме мысалы, қысқа метражды болсын? Ой, былай ереке, мен қазір деген оны айта алайын, ол әбден барлығы мүмкін. Мен деген ана бір ретте искусственный интеллект жасайтын балалармен таныстым, көрдім, оның әртүрлі направлениясы бар. И ол деген біздің мына социальный сеттен қарағанда тезірек дамиды. То есть бір апта бұрын мындай функциялар болды, екінші аптада қарайсың, әбден мүмкін, менің ойымша даже қазіргі білетін біздің киноиндустрия полностью өзгереді. И ояқта кімнің фантазиясы мықты, бүкіл разносторонний адам сол жақсы фильмді түсіру әбден мүмкін. Потому что клонирование голоса с помощью там Eleven Labs дегендер бар, потом не бар, креатив видео, бүкіл анау картинкадан бастап сенің ойнап береді даже. Даже вот мен ана бір ретте видео көрдім. Шын өмірде керекті деңгейде ойналмаған актерская играны искусственный интеллект арқылы көтергенді. Сондықтан әбден мүмкін, так что изучать ету керек искусственный интеллектті. Тағда мынандай сұрақ. Мен де бағана айтқандай, мен диктормын мысалы да. Мені былай жұрттар түрінмен танымайды. Мүмкін байы, ММА болса таниды. Ал диктор ретінде танымайды. Бұл дауысы мен екенін білмейді. Өмірімде болса 25 жыл болды ма мен диктор болғанда, өмірімде екі-ақ рет мені таныды дауысымнан. Таксистер отырған кезде мен бір таксиге отырған, біреумен телефонмен сөйлесіп тұрған ғой. Білемін, сол кезде менің жарнама дауысынан келіп қалды ма? Сондай мүмкін шығар. Маған қарайды, сұрайды, дикторсыз ба дейді, таң қалдым. Қалай білдің десең, қалқам музыкальный слухы бар екен, дыбыстан танып дауыстан. Екінші таксисте сондай. Сенде сондай болған ба? Сенің даусыңнан түріңді білмей, бірақ даусынан танып, Бэт Кейнс бір Леонардо Ди Каприоның өзін көргендей бүйтіп сондай болды ма? Айтып берші. Иә, болды. Мысалы, YouTube-тағы подписчиктарда мен YouTube-қа түрімді көп көрсетпейтін едім ғой. И олар менің түрімді білмейді да, и адаммен сөйлесіп отырсаң, они отключаются так. Киножный дауыс. Мен естідім где-то. Сен YouTube жүргізбейсің ба? Да, даусың ұқсайды екен деп. А Instagram желілерінде хотя бы түрімді көрсетеді ғой, и былай да, олар мен түрімді көргенде сомнение ұстайды да. Он, не он, сол ма, сол емес па дейді. И олар бүйтеді. Жайлап келеді да, адаммен сөйлесіп отқан кезде бүйтіп келіп тыңдайды. Дауысы солмайды. И дауыс естігенде, это он. Сіз Бэт Кейнс емессіз ба? Фото түссе бола ма? Сіз озвучка істемейсіз ба деп. Но меня что радует, мені көптері бұрында Вайнер дейтін еді ғой, барлығы интернетте бірдеңе істесе Вайнер. А мені өйтіп айтпайды. Маған деген келіп король озвучки, да? Озвучка Бэт Кейнс деп, да. А так, бір уақытта менікі деген датаво сондай болды, ана чисто даусымнан ғана тани береді, да, бүйтіп сомнение ұстап тұрып. И мен мысалы бір-екі жұлдыздармен кездестім, которые уже фейсмен торговать еткен, и түсіндім да, где я проигрываю. Дауысты білген жақсы, бірақ одан көп не ала алмайсыздар, отдача. А вот когда түріңді таныса, ол керемет. И зарабатывать проще, и продвигать себя проще, и начинать любое дело проще. Так что қазір көп таниды, ана TikTok деген жақсы болды. TikTokқа бір-екі видеоны салып жібересің. Түрмен уже тани бастады көбірек. Мысалы, өзімде диктор болғаннан кейін, мына бізде авторлық құқық істемейді, қымбатты достар. Мысалы, біз бір әріптесіміз бар, Англияда, Mercedes-Benz, The Best Over Nothing деп бір рет оқып, ол айына 40-50 мың доллар бонус алып тұрады роялти авторлық құқығы бойынша.
жылына миллиондап кетеді, долларлап алып жатқан. Ал бізде ондай жоқ, құдайға к сожалению дегендей. Сенің мына қазіргі таңда бизнесің өз-өзіңде былай асырап жатыр ма, өзіңе жетіп жатыр ма дегендей? На жизнь хватает, не жалуюсь. Хотелось бы больше. Да, хотелось бы больше, кому не хочется. Но даже не в плане финансов, а вообще возможностей, которые я способен. Просто все эти годы мен деген Bad Kings проектімен жүрдім да, проект свое отработал, он уже не дышит, он уже просуществовал свое должное время. И теперь я на новой стадии, где я должен раскручиваться, и не скрою, я хочу гораздо больше во всех планах, включая от финансов и бір дәрежеге жетуінде. Барлығын құласаң түйеден құла дейді ғой, сондықтан мен өзім узнаваемсында, ақшамда көп болғанын қалаймын, и сол направлениеде жұмыс істеп жатырмын. Тамаша, тамаша, бәріміз қалаймыз әрине. Ал енді мына камераның арғы бетінде отырған жас жігіт, немесе жас келіншек отырып, қыз бала бізді қарап ойлап жатқан шығар, мен де осындай Bad Kings сияқты болғым келеді десе, өзінің талпынысы бар, тағда басқа да мүмкін аппаратура, қандай ақыл кеңес береді? Фирменный рецепт от Bad Kings, как можно стать Bad Kings? Фирменный рецепт от Bad Kings. Мен сіздерге бүйтіп айтамын, қазіргі таңда өздеріңізде продвижение дейді ғой, өте жеңіл. 2016 жылдан қарағанда қазір жеңілірек, потому что сіз бірнеше видео түсіресіз де рекке шығып кете аласыз. Рекке шығу деген ол сразу миллион просмотр, 2 миллион деген. Мен кезінде ондай мүмкін емес ойлау деген. Просто ең басты айтатын, бірдеңе істегім келеді деп желание басталды ма, ойламаңыз, оған ақша керек, оған студия керек, оған мынау керек, жоқ. Просто уақыт келді ма, баста. Бірінші шаг жаса, содан өзі шығады. Үйтіп ойлап жүре берсең, ешқашан ты будешь все время ожидать там, идеальный момент келіп қалады, ол келмейді. Бір уақытта сен өзің талпынбасаң, даже Құдайдың өзі сені итеріп жіберуі мүмкін, да, бүкіл жұмыстарың жауып тастайды, осыны істеу керексің деп. Так что істе, в любом случае, тек қана екінші совет, ойлама, просмотрға еш уақытта қарама. Ол құлдыққа мойныңды асып алсаң, одан сен бақытты болмайсың. Бір рет рекке кіреді, рекке кіреді, рахаттанасың, бір уақытта отток подписчиков болады, просмотрларың төмендеп кетеді. Ол качели, да, бір көтеріледі, бір төмен түседі. Егер де сен соны игере алмасаң, ол сенің жүрегіңе қатты әсер етеді, да, бір негативпен, депрессияда жүресің. Сондықтан екі ғана совет беремін. Қорықпай баста, бірақ ешқашан просмотрға болға істеме. Сенің басты мақсатың өзінің конечный цель дейді ғой, соған ғана жету. Из точки Б в точку А. Ну, наоборот, с точки А в точку Б. Вот единственная цель. А просмотрға қарасаң, бақытты болмайсың. Өте орынды, өте орынды. Кең дала ТВ. Қымбатты достар, естеріңізге сала кетейін. Сіздер Кең дала атты YouTube каналымызда, және де бүгінгі біздің қонағымыз атақты, аты аңызға айналған диктор емес, актер озвучания, кинодубляжа Bad Kings Ерке Бұлан. Сенің мына популярность дейді ғой, сені жақсы таниды. Тек қана Қазақстан емес, бүкіл бұрынғы Кеңес одағы, СНГ, Ресей болсын, Украина болсын, Өзбекстан болсын, оларға да осындай офлайн сабақ па бірдеңе сұраныс бар ма олардан? Үйретші бізде дегенді. Ең ақылдылары солар ғой. Енді ояқтағы да олар қазақтан бек ештеңкесі жоқ. Просто олар деген өзге мемлекеттерді интегрировать етіп қарап отыратын болса, олардың да ақылдары маған шығады. И олар сұрайды, әлбетте менің аудиториям, мысалы деген Instagram, YouTube болсын, тек қана қазақша аудитория емес. Мен ана бір ретте ғана көрдім, статистика 50-50, менде аудитория СНГ аудиториясы. Сондықтан бірдеңе істейтін болсаң, конечно, енді бірінші орыс тілде істеу керек, содан қазақ тілінде істеу керек. Орыс тіл, мен мысалы деген қазақ тілімді кемсітпеймін, бірақ орыс тілі ол язык интернационального общения болып тұр ғой, былай қарап отырсаң. Ал қазақ тілге, қазақша аудиторияға мен өзім аудиториям енді жинап жатырмын. Мен просто қалай істегенмін? Кезінде бір страницада қазақша да, орысша да істей бергенімді. Өйтіп істемеңіздер, ақыр аяғында каша болуы мүмкін. Бөлген екеуінің екі түрлі кайфын көресіздер. Соны біліп алыңыздар. Мен түсіндім, қазақтың аудиториясы, қазақ тіліндегі контенттің өзінің преимуществолары бар, орыс тілі бере алмайтын. Және де орыс тілін беретін өз преимуществолары бар, қазақ тілін бере алмайтын. Мен соны өкінішке орай кеш түсініп қалдым да, оны басынан бастап маған өзім
кеп будущийдан кеп айтқан кезде ей 2 страница аш, 2 тілде жүргіз десең керемет болушы еді. Бірақ на ошибках учится, поэтому мен сіздерге айтып отырмын, осы подкастты көргеннен кейін сіздер бір ілім алып шықсын өзіне тәжірибе жүзінде қолданатын деп. 2 тілде ашыңыз, бірінші жинап алыңыз. Қазақша ма, орысша ма, екеуінде де жемісін көруге болады. Мен просто жаднаймын да екеуінде алайын. Вот. Қазіргі таңда мына сен айтпақшы, қазір тағы да бір арнайы тек қазақ тілінде канал аштың ғой. Иә, ол Ереке где-то оған 3 аптада болған жоқ. Мен инстаграмды аштым, мен ойлап отырмын да, қазақша озвучкан кейбір кезде былай неден басталды, кейбір кезде прикол келеді ойға. И қазақша келеді да ол. А оны орысшаға аударсаң, ол қатты атпайды. Жоқ, даже деңгейі жетпейді да. А мысалы орысша тілде жазып қазақша аударсаң, оның деңгейі жетпейді. Бірақ анда-санда мен қазақ мектебінде оқығаннан, қазақ болғаннан кейін қазақский приколдар келеді да, мен шығара аламын оны, түсіне аламын. Қазақтар оны қабылдайды. Әзіл керек та бізге интеллектуалды. Содан ойладым, мақұл, мен бәткеңізге сала бердім өзімнің негізгі страницаларым. Бір уақытта просмотр енді аудиториясынге бұл. Қазақстанның орыстары, былай біздің Қазақстанның орыстары қазақша сөйлемесе де қазақша түсінеді екен да олар. Олар қабылдай біздің әзілді. Ал өзге мемлекетте, мысалы Латвиядағы тұрған латыш, ол орысшаны ғана біледі, ол қазақшаны қалай ұғады. Сондықтан мен ойладым, 2-ке бөлу керек деп. И енді нағыз қазақша тілдегі озвучкалар, олар басқа страницада, оны әлі аты да шықпады, енді ғана басталып жатыр. Бірақ бүйтіп структурирование ретінде бөлгенім өзіме ұнап жатыр да, каша қылмай былықтырмаған. Қазақша бар, орысша бар, басқа өзге тілдерде ойың бар ма еді? Английский, французский, турецкий деп көпірмей қойын өйткені. Корейский, қытай тілі. Корейский, ол искусственный интеллект дамып кетсе, әлбетте болады. Ал егер өзің істей алатын болсаң, мен, конечно, енді ағылшын тілінде істеуші едім. Даже менде мындай мүмкіндік болып тұрса, мысалы, орыс тілін сақтап қаласың ба, немесе ағылшын тілді аласың ба десе. Мен ағылшыншаны үйреніп алушы едім, ағылшынша контент істеуші едім. Потому что ол мүмкіндік нереальный. Ол ағылшын тілін игерді деген сөз, мысалы орыс тілі саған СНГ береді. Қазақ тілі Қазақстанды береді. Миллиард ағылшын тілі деген Европадан ана материкқа шейін береді. Ол мүмкіндік. Сондықтан ең прям желающий ол ағылшынша контент жүргізу. Дамытасың ғой. Алғары қарай. Енді білмеймін, сол күн келді ау деймін. Иншалла деп қояйық, дамытамыз деп, чтобы уәде беретін дейді, бір талпыныс жасайтын. Әйтпесе көп ұрып істемей қою деген енді ондай болмайды. Айттық па енді істейміз. Күндердің бір күнінде жетеміз оған. Біз ресми дикторлар, классикалық дикторлар кезінде оқыдық, өзіміз курстар, филфак болсын, басқа болсын. Мысалы мен Мосфильмге барып баяғыда Кузнецов, Ереминдер секілді үлкен ақсақалдар, солардан тәжірибе алып үйренгем. Бірақ бұндағы мен жеке өзім осы дубляж 2-3 фильм шығар қатысқаным. Біреуі Ермек Тұрсыновтың бір бандит ойнаған басқа ұлттың несі. Және де тағы бір-екі. Ал Голливудтың фильмдеріне мен біздің Қазақстанда қатыспадым. Білмеймін ол неге екен. Сені бір рет шақырды білем. Кастинг болды, бірақ несмотря на популярность дегендей өтпедің, Соң туралы айтпайшы, қалай өзің сен сезімдер көз қарасың? Мен мысалы Ереке сіз керемет сұрақтарды қояды да бұл кісі, өйткені менің в одном котле же варимся мы с вами, да? Мен мысалы тот же вопросы возникает. Мен өзім, менен басқа адамдар бар да, сіз сияқты тұлғалар, сізден де бөтен не то что дикторы, даже из них нормально ойнап қоятын актер, и олар шақырмайды да, мен таңғаламын да, оны не үшін шақырмайды деп. Білмеймін енді, сондай видениялар бар шығар, может они хотят принципиально новые голоса деген. Можно всякий раз гадать, пока мен отчетливо ответ алмағанша не қылмаймын. Бірақ мен мынаны айта аламын. Мен осы бір рет шақырды, көрдік, в конце не утвердили, но оған дейінгі историяны айтып берейін. Мен осындай официальный дубляжға барып өзімді көрейін деймін. Сол кезде маған актер досым айтады, Ереке, мен саған совет бермеуші едім ояққа баруға деп. Мен айтамын, неге? Сен ояқтан ләззат алмайсың дейді. Саған қызық емес болады. Мен айтам, мен барып көрмедім ғой, көрейін деп. Сенкі бұл өмір болып кеткен саған. Сен күнделікті істейтін, сен ояқта ләззат алмайсың. А мен сен көрінен көріп тұрмын, саған ұнамаса сен өзің талпынбайсың деп. И мақұл деп қоя салдым. И күндердің бір күні ана не еді? Voice casting. Иә, voice кастингқа шақырды, мен келдім, кірдім, и вот это вот ойладым, ол қазір деген ойбай болады шығар, да. Вот керемет, я достиг этого уровня, сейчас, наверное, вот случится деп болмайды. Мен тұрмын, это обыкновенная работа.
Тот же самый текст, персонаж. Да, это просто официальный голливудский проект. И тут режиссер умница подсказывает, но я там өтіріктен выдавливаю эмоции. Саған драйв жетпеді? Да, маған драйв жетпеді. И мен шығам, бүйтіп қоштасам, и мен өтіріктен бүйтіп радости өзіме внушать етіп жатырмын да, деп. А мен жүрегіммен сезіп тұрмын, что-то не укнуло. Что-то не укнуло деп. И содан кейін, мысалы, соны сезініп па, мен ары қарай талпынбаған шығармын. Әйтпесе, запрет деген ол өтірік нәрсе. Главный желанияңыз бар ма, можно пробить любую стену. Мен просто сол кезде первый звонок болды. И постепенно, одан кейін где-то 4 ай өткеннен менде ужасный депрессия басталды, потому что мен озвучканы настолько сүймейді екен. Әбден тойған шығарсың. Иә, тойған, маған дауыспен жұмыс істемеу керек, маған түрмен жұмыс істеу керек, басқа әдістерді направлениен көру керек. Мысалы, бірінші запреттің өзі маған, кажется, мне Бог так решил. Он лучше знает, что для меня, поэтому, может, он таки запретил. Пока не лезь в это деп. Әйтпесе, мен мысалы деген басқа нәрселерді көргім келеді, и мен оған қам жемеймін. Мен просто удивляет, почему есть другие люди, почему их не зовут деп. А так я смирился, мне нужно двигаться в другом направлении. Там көптер айтуы мүмкін, из-за пиратства, я знаю точно, официальный дубляж сен пиратствомен айналыссаң шақырмайды. Мен пиратствомен айналыспадым, и басқа да балалар бар, которые делают тот же контент, который я делаю, но их зовут. Просто, когда у меня есть ресурсы, аудитория, навыки, даже все, что я могу озвучивать, но при этом, если СКИА спасает, это значит предопределение Бога. У меня нет там здравого пути в этом направлении. Точно так же, как и вас. Мы с вами, Ереке, вы гораздо больше меня потратили в этой сфере работы и голосом. И сейчас вы познаете для себя что-то новое. Да. И точно так же для меня важно познать что-то новое. Я не хочу, ей-богу, вот я должен наконец-то признать это. Я люблю озвучивать, но не настолько. Я не хочу целыми днями сидеть, озвучивать какие-то телесериалы, которые вообще никто-то не посмотрит. Я не хочу ранним утром приходить на студию и поздно выходить. Нет, я не люблю это. Возможно, если меня когда-нибудь позовут на официальный дубляж, так случится, я не буду противиться, но я хочу и желаю, чтобы это был роль достойная, а не второстепенная. И драйвово. И драйвово, чтобы я получил удовольствие. Удовольствие, и она, актер, был прав. Я такой, как же ты, Наки, знал про это? А он тогда сразу сказал, Ерке, тебе не советую, не твое место. И так и оказалось. Қазірдің өзінде де озвучканы я делаю, потому что это мне надо делать по работе. А так для творчества я сейчас ищу другое направление, другие виды, экспериментирую. Вот. Керемет. Қымбатты достар, тағы бір құпияны ашып берейін сіздерге. Мына бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Bad Kings Ерке Бұланмен қалай танысқаныма. 2020 жылы есіңде болса. Карантин кезінде телефонмен біз әйтеуір бір-біріміз тауып сөйлесіп, телефонның арғы даусында осы танымал видеоозвучкадан Ереке, конечно, мы могли бы сделать сами сработать. А маған да мен авторитетный диктор, бұл маған прям өте андай жағымды болды. Сол кезде маған уақыт көп қой. Маған есіңде болса, біраз ақыл кеңес бергенсің. Нені көріңіз, ол кезде уақыт көп қой. Үйде отырмыз, ешқайда шықпай карантин кезінде обзорды көріңіз дедің маған, ютубтан үйреніңіз. Мен сен бірінші Құдай, екінші сенің арқаңда мен үйрендім көп нәрсені. Бір-екі жасадым, қызық екен, шынында дұрыс айтасың, өзінің бір драйвы бар. Керемет нәрселері, кіргені бар, өткендері бар, өтпегендері бар, әртүрлі болады екен. Бірақ кейін қойдым, себебі оған сен айтқандай өте қиыны, сценарий, мәтін жазу, ал кейін дыбыстау, техника, микрофон, қиын емес, жеп-жеңіл нәрсе. Сценарий жазу қиын екен. Бірақ кейін біз екеуміз бір өзің жазған бір сценарий бойынша Аль Пачино ойнаған, есіңе ме? Конечно, друзья, не надо этому сопротивляться. Сегодня у нас в гостях Bad Kings, и мы, конечно же, должны поднять свои задницы. Да сейчас это Бронкс, милый мой дед. Да, потрясающе работа. Күшті болды, сол бірінші Құдай, екінші сенің арқаңда сол монтажды үйреніп алдым. Сол үшін тағда қандай өзің жас балдарға тағда ең соңында айтатын ақыл кеңесің? Қысқа, формула успеха, коротко. Қысқа формула успеха. Ойламаңыздар, вот вы недостойны, у нас ничего этого нету деп.
Потому что мен Бәткингсті бастаған кезде бізде ол индустрия жоқ болды. Жалпы бір-екі официальный казахский дубляж стилді, там қандай еді, бір машины ма, ана тачки, и содан сол кезде қалып қалды. Бізде индустрия жоқ болды, а мен озвучкам бастап жатырмын. На что я рассчитывал? Просто на себя. Верил в себя. Да, қазір қарап отырсаң, бізде уже официальный дубляж стилінеді. Түсіндіңіз бе? Қазір курс по обучению бар, қазір микрофон бар. Мен ол кездегі студияларды білем, келесінде экран бар ма для озвучивания десем, ол не дейді да? Түсінбейді. Сондай периодта мен верил, что рано или поздно я могу сделать себе имя с помощью этого. Сондықтан қолыңызда мобильник бар ма? Болды. Аласыз да істей бересіз. Түсіресіз па, айтасыз па, озвучка істейсіз па? Мен диктофон, iPhone ана ол кезде ең бірінші iPhone бар ғой. Соның диктофонына жазып озвучка істеп, соны мен Москваға сатып жүргенімді. Сөйтіп мүмкіндік туындайды, по-любому, қорықпаңыз. Есть мечта, стремись к этому. Да, рахмет. И ең соңғы, енді мына қазіргі ең біз дәстүрлі түрде айтамыз, подписывайтесь, лайки ставьте. Вот эту фразу голосом или Гитлера, или Леонардо Ди Каприо напоследок скажи, пожалуйста. Леонардо Ди Каприо енді оның түрі керек. Гитлердікі қалай еді? Кең дала YouTube каналына подпишитесь, а то расстреляю всех. Тіркеліп қойыңыздар, комментария жазып кетіңіздер міндетті түрде. Сұрақтарыңыз қойыңыздар, Ереке міндетті түрде соған байланысты келесі выпусқа қонақтарды шақырады тиесілі. Және сіздердің Ереке бастаған істеріңіз оңға баса берсін, өсе берсін, өте қызықты, және басқа саласындағы жұлдыздарды шақырыңыз, өзіңізді жатқан энциклопедиясы ғой, дауысқа байланысты деген. Ең бірінші айтатыным, осы каналға көрген адамдар обязательно міндетті түрде бір видеодан бір ілім алып отырса, вы не просто так существуете, мы не просто так существуем. Көп рахмет, Еркебұлан, біз де саған тілектеспіз. Алды бүкіл өнер болсын, өмірдің өнер есіктері ашық болсын, табысқа жетуге тілеймін. Қымбатты достар, естеріңізге сала кетейін, Кең дала біздің YouTube каналымыздағы қонағымыз, аты аңызға айналған Бәткингс Еркебұлан. Қошеметтеріңіз көп, рахмет, аман, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Кең дала